Әлеуметтік желілерде ордабасы капитаны Асхат Тағберген басқа командаға кетеді деген сыбыс тарап кетті. Я просто один момент забыл сказать. Тек қазақстандық ойыншылардан құралған Андрей Ферапонтовтың командасы ойынды өте жақсы бастады. Артынша іш пыстыратын ойындар сериясы басталды. Жеңіс Астана аренада тобылмен кездесі. Виктор Кумуков шәкірттері өте белсенді ойнады, бірнеше мүмкіндіктері болды. Көкшетау қаласында өткен алғашқы матчта Оқжетпес Атырауды қабылдады. Тек қазақстандық ойыншылардан құралған Андрей Ферапонтовтың командасы ойынды өте жақсы бастады. 6 минутта алаң иелері Дәурен Жұматтың соққан голының арқасында есепте алға шықты, ал 50 минутта Дамир Марат қақпашымен жеке дара шығып, өз мүмкіндігін сәтті пайдаланды. Атырау 82 минутта Матеус Барбозының голымен жауып қатты, бірақ одан арыға шамасы жетпеді. Нәтижесінде Оқжетпес 2-1 есебін тіркеп, маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Артынша іш пыстыратын ойындар сериясы басталды. Жеңіс Астана аренада тобылмен кездесі. Матч 8 наурызға тұспа-тұс келгендіктен болса керек, бас төреші қызметін Эльвира Нұрмустафина атқарды. Оған қапталдан Наргиз Мағау көмектесті. Бірақ бұл кездесуде қос команда гол соқпақ түгілі қауіпті шабуыл да ұйымдастыра алмады. Осы матчпен параллель Алматы Жетісу Ұлытау ойыны өтті. Ол жақта да айтарлықтай ештеңе жоқ, есеп 0-0. Күнтізбеге сәйкес екінші турға да бір орталық матч жоспарланған еді. Бұл жолы алғашқы турда бір ұпайдан еншілеген Қайрат пен Ордабасы кездесті. Алматылық клубтың негізгі шабуылшысы Элдер Сантана Астанамен болған ойында алған ауыр жарақатына байланысты маусым соңына дейін алаңға шықпайды. Оның орнын Дастан Сәтбаев басып, ойынға негізгі құрамнан шықты. Алаң иелері матч тағдырын бірінші таймда шешіп тастады. 9 минутта Георгий Зария алыстан ғаламат голы соққызып бағыттап, Ордабасы қақпасынан саңлау тапты. Жауап алу өзінің бұрынғы командасын аямай 38 минутта есепті 2-0-ге жеткізді. Ал бірінші тайм аяқталар тұста Орда қақпасына пенальти белгіленіп, Зария дубль автор атанды. Матчтың нүктесін 73 минутта Юкстановев қойды. Бұл жолы Ордабасы қорғаушылары өрескел қателік жіберіп, алматылықтарға бір голды сыйға тартты. Қорытынды есеп 4-0. Шымкенттік клуб ірі есеппен жеңіліп жатқаннан қарамай 85 минутта оң ойыншымен қалды. Вячеслав Шверов жауап алу секілді бұрынғы командасына гол соғама деп еді, керісінше қызыл қағаз алып көзге түсті. Дастан Сәтбаев нәтижелі әрекетпен көзге түспесе де, өз деңгейінде ойнап гол соғатын жақсы мүмкіндіктер туындатты. Бұл жолы бас бапкер Рафаэль Оразбахтен 16 жастағы футболшыға өз өнерін көрсетуге 82 минут уақыт берді. Ордабасы бұл ойында дәрменсіздік танытты. 2 жыл бұрын чемпион болған команданың ізі де жоқ. Кезінде Астана Еуропа лигасының іріктеу кезеңінде Ботевтен жеңіліп еді. Ол кезде болгариялық команданы Станимир Стойлов жаттықтырды. Елордалық клуб келесі жылы Стойловты бас бапкер етіп тағайындады. Ордабасы президенті Асхат Сейсенбек мырзада осы тактиканы пайдаланып, былтыр Петрокубтан жеңілген кездегі молдовалық клубты жаттықтырған Андрей Мартинді бас бапкер қызметіне шақырды. 50 жастағы маман бір өзі келмей отандастары Виктор Мудрак пен Дмитрий Челядникті ертіп келді. Онымен қоймай бэкграунды жоқ ойыншыларды топырлатып алды. Ордабасының бас бапкері матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында құрамның 80-90%-ға жаңарған әдемі ойын көрсету үшін 5 тур керектігін мәлімдеді. Жанкүйерлер мен клуб басшыларының бұған шыдамы жетер ме екен? Уақыттың еншісіне қалдырайық. Ключевые моменты, которые решили исход игры. Соперник был свежее, быстрее, лучше в единоборствах, и завершение у них практически очень хорошее сегодня было. Если у нас выход 1 в 1, ни один не реализовали, всегда чего-то не хватало, то соперник очень хорошо разбирался в этих эпизодах. Это и решило исход игры. То есть могу только поздравить их с победой, а нам нужно еще работать над тем, чтобы становление коллектива, коллектив новый, практически на 80-90% новые ребята. Я думаю, нам нужно 5-7 туров, пока мы сыграемся, пока найдем необходимый баланс для игры. Пока только временами, фрагментами
игра какая-то есть, но цельной картины еще нет, к этому нужно стремиться, будем над этим работать. Я просто один момент забыл сказать, что хотел поблагодарить наших болельщиков за ту поддержку, которую сегодня они нам оказали. Нам очень приятно было играть дома, чувствую наших болельщиков. Наверное, перед игрой мы именно ребят нацеливали на это, что первый домашний матч и своих болельщиков он очень важен. Поэтому нам нужно как бы не ударить в грязь лицом. Поэтому ребята молодцы, они выложились. И я думаю, болельщики нашей команды. Да, Дамир у нас такой универсальный игрок, он может играть и правого защитника, может играть центрального защитника, может также играть и в опорной позиции. Поэтому мы и на сборах его наигрывали в этой позиции, поэтому как бы он нас полностью устраивает. И сейчас как бы в этой игре тоже нас все устроило, как он действовал. Әлеуметтік желілерде Ордабасы капитаны Асхат Тағберген басқа командаға кетеді деген сыбыс тарап кетті. Иә, оны қыстың кезінде естідім. Тіпті Ақтөбе оған 2 жылдық келісім шартты ұсынды деп айтты футбол саласының ішінде жүргендер. Бірақ Асхат қалды. Елімайда шақырды деген ақпарат болды. Әрине, Тағберген көптеген клубтарға қызық және Ордабастан сәуірдің басына дейін кетсе, жеке басым таң қалмаймын. Ақтөбеге де барса, артықшылықтар саны минустарға қарағанда басым. Ал аққызылдардың фанаттары оны қалай қарсы алады? Осыны комментарийлерде жазыңыздар. Екінші ойын күні Ақтөбе мен Тұран арасындағы матчтан басталды. Алаң иелері 29 минутта Немани Анжелкович соққан голдың арқасында алға шықты. Түркістандық клуб қарап қалмай 55 минутта Горан Милойканың голымен жауап қатты. Ойынның аяқталуына 6 минут қалғанда Еркебұлан Сейдахмет көзге түсіп, Ақтөбеге осы маусымдағы алғашқы жеңісін тіркеуге көмектесті. Бір қызығы, осы матчтағы 3 голдың барлығы баспен соғылды. Астана аренада уақытша Елімай футболшылары өз қарсыластарын қабылдайды. Сол себепті Елімай Қайсар ойыны Елордада өтті, және өте белсенді өтті деп айтуға болады. Себебі Виктор Кумуков шәкірттері өте белсенді ойнады, бірнеше мүмкіндіктері болды. Бірақ та Елімай жеңіске жетті. Мужиков керемет ойнады. Мулич пен Муртазаевтың бірінші таймда мүмкіндіктері болды. Бірақ та есепті тек қана екінші таймда ашты. Одаеваның оң қапталдағы пасын пайдаланып, Роман Тугрев есепті ашты. Сөйтіп кейін Қайсардың бірнеше мүмкіндіктері болды. Коваль Елімайдың қақпашысы мықты керемет ойнады, бірнеше сейв жасады. Ал Айбар Жақсылықов басқа да футболшылардың, мысалы Қуаныш Қалмұратовтың, Думан Нәрзадаевтың мүмкіндіктері болса да, Қайсар өкінішке орай гол соқпады. Ал матчтың соңында Плакка керемет пасты пайдаланып, Иван Свиридов екеуі шабуылға араласып, осылайша Плакка жеңісті әкелді. Есеп 2-0. Екінші турды Қызылжар мен Астана қорытындылап берді. Григорий Бабаян шәкірттері матчқа айқын фаворит ретінде келді. 11 минутта есеп ашқан Джеффри Чинеду бірінші тайм аяқталар тұста Назми Грипшиге нәтижелі пас шығарып берді. Елордалықтар екінші таймда тағы бір гол соққан Едіс офсайд болғандықтан саналмады. 2-0 есебін тіркеген Астана да маусымдағы алғашқы жеңісін тойлады. Енді командалар халықаралық үзіліске байланысты демалысқа кетеді. Қазақстан құрамасы осы уақытта әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Уэльс және Лихтенштейнмен күш сынасады. КПЛ ойындары 29 наурыздан бастап қайта оралады. Борода решает, да?